Менің осы YouTube каналымда қарап отырған 190 подписчигіме үндеу жолдағым келеді. Менің осы YouTube каналын жүргізіп жүргеніме 4 айдан асты. 4 айдың ішінде мен 190 подписчик жинадым. Осы жиналған подписчиктерге өзімнің арнайы сұрақтарым бар. Сіздердің жауаптарыңыз арқылы болашақта сіздерге пайдалы қандай ақпараттар саламын, сол жайлы білетін боламын. Енді комментарийға өзіңіздің аты жөніңізді, жасыңызды, қай қаладан боласыз, және де өзіңіздің алдағы қалауыңызды, мақсатыңызды жазып өтіңіз. Осы YouTube каналды ашқалы бері мен полный сабақтарды салып жүрмін. Инструменттермен таныстырдым, қалай обработка жасау керек, бәрін салып жүрмін. Енді солардан не түсініп жатырсыздар, соны жазыңыздар, және де не түсінбей жатырсыздар, проблемаларыңызды, мәселелеріңізді жазыңыздар. Қай жерлері қиын сіздерге, соны комментарийға жазып өтіңіздер. Осы YouTube каналды өзім жүргізіп отырғандықтан сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап бере аламын, және де қандай мәселелеріңіз бар осы маникюрге байланысты, соларды шешіп, солардың жауаптарын сіздерге видео ретінде салып отырамын. Сондықтан қысылмай, қандай сұрақтарыңыз бар, жазып отырыңыздар. Осы менің тегін видео сабақтарым арқылы жақсы жұмыс жасап кетіп жатқан мастерлер бар. Егер сіз жаңадан қарап отырған болсаңыз, менің YouTube каналыма тіркеліп, ішіндегі бұрынғы видео сабақтарды қарасаңыз, сіз де жақсы мастер болып кете аласыз. Ендігі менің алдағы уақыттарда сіздерден күтетінім, осы менің тегін видео сабақтарым арқылы жақсы топ мастер болып кетулеріңіз. Менің де қолымнан келсе, демек сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Сондықтан мойымай, менің сабақтарымды қарап, күнде әртүрлі модельдерге тырнақ жасап, үйреніп кетесіздер. Мен тіпті осы видеоны қазір сіздерге тальгоның ішінде жатып жүргізіп отырмын, жасап жатырмын видеоны. Сол сияқты сіздер де елдің немесе жердің қай жерінде жүрсеңіздер де осы интернет арқылы жұмыс жасай аласыздар. Интернет арқылы барлығын көріп істей аласыздар. Енді менің YouTube каналым сіздер үшін қаншалықты маңызды, ішіндегі видео сабақтарым қаншалықты сіздерге пайдалы ақпарат алып келіп жатыр, соны жазып өтсеңіздер. Маған қазір көп клиенттер осы YouTube каналынан келіп жатыр. YouTube каналымның мәртебесі күннен күнге артып жатыр. Қызықты болып қарап жатқан клиенттеріме көптен көп рахмет айтқым келіп отыр. Ендігі алдағы уақыттағы менің YouTube каналыма салатын видео сабақтарым осы өте қиын, күрделі дизайндар жайлы болмақ. Және де новичоктарға макияж курсын салатын боламын. Осы маникюрден басқа тағы қандай салаларға қызығасыздар, мысалға макияж, ресницы деген сияқты, соларды да жазып өтіңіздер. Енді менің сұрақтарыма жауап жазып болған болсаңыздар, ары қарай тегін видео сабағымызды жалғастырайық. Мына жерде бізде квадраттың жаны жоқ болғаннан кейін акрилгельмен жанын шығарамыз. Акрилгельмен наращиваем ногтиді, осындай жұмсақ тырнақтарды қатайтуға, және де ұшы жоқ, жаны жоқ тырнақтарға ремонт жасауға болады. Осылай біз майысып жатқан квадратымызды дұрыстаймыз. Ары қарай барлық тырнаққа жақсылап гельмен выравнивание жасап шығамыз. Мен гельді тырнақтың көлеміне қарай осылай кішкене ғана аламын да, кутикулына қатты жақындатпаймын, ортасына қойып, оның ортасына қойғаннан кейін жан-жағына жаймен таратамын. Сол кестемен таратып, одан кейін маленький жұқа кесті аламын да, жан-жақтарына қыттай тимей қалған жерлерін тегізіп жіберемін, бірақ кутикулға жақындатпаймын қатты. Осылай кішкентай кестемен түзеп жібергеннен кейін тырнақты төменге қаратып, қисық жерлерін тағы түзеп жіберемін де, лампыға кептіруге 60 секундқа жіберемін. Барлық тырнаққа жақсылап выравнивание жасап болғаннан кейін квадратымызға френч жасауға көшетін боламыз. Алдымен ұшының үш жеріне осылай точка қойып аламыз да,
кутикулына жедел жетпес жерінен бастап жаңағы точкаға қарай сызып жүретін боламыз. Қай жерге точка қойдыңыз, тек сол жерлерге қарай сызып жүріп өтетін боласыздар. Сол кезде өте оңай шығатын болады. Бұл жерде главный нәрсе сіздің френчіңіз қисық шықпау керек. Бірнеше модельге жасағаннан кейін қолдарыңыз жаттығып, уже сіздерге идеальный френч шығатын болады. Егер де сіз суретті жақсы салатын болсаңыздар, сіздерге бұл мүлдем оңай болуы мүмкін. Френч жасап болғаннан кейін барлық тырнағымызды топпен жақсылап бояп шығып, 60 секундқа кептіреміз. Топ бізге эффект беріп тұрады, және де полностью кептіру үшін қажет болады. Қыздар, егер де бұл сабақ сіздерге ұнаған болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, видеомды достарыңызға таратып кетіңіздер. Әлде көптеген пайдалы ақпараттар және де мотивациялық түрдегі видео сабақтар шығарып тұратын боламын.